Баяғыны өшір, позор. Бастадым, абай. Қадыр Мырзалы. Мысалдар. Көлеңке. Жатсам жатады, отырсам отырады, тұрсам тұрады, жүрсем жүреді. Мен істегенімді істемесе, мені әжуа қылмаса, ішкен аса ас болмайды адамның, деді бір күні көлеңке. Айна мен әйнек. Тегімізді туысқанбыз, айна бірақ арам, деді әлденеге ыза болған әйнек. Біздің бер жағымыздан қараған адам ар жағымызды түгел көреді, ал айнаның ар жағында не жатқанын бір Алланың өзі біледі. Арам ғой арам. Дөңгелек пен доға. Мен дөңгелектің баласымын. Деді сол дөңгелектің жартысындай ғана доға. Баласы осындай, немересі мен шөбересі қандай болар екен ертең? Азып бара жатқан бүтін дүние-ай. Кемпір ауыз бен ат ауыз. Қазақ қызық, біреуін кемпір ауыз, біреуін ат ауыз деп атапты. Мейлі ғой, қалай атаса да Кемпірмін. шалмын деп жатқан болар жоқ. Суырғанда шегенің желкесін үзеді. Қыз ауыз, жігіт ауыз болса қайтер еді? Көздер қалай өзгереді? О баста екі көздің екеуі де түзу болғанға ұқсайды. Бірге ашылып, бірге жұмылып, бірге жылап, бірге күлімдеген еді. Бірақ кейінірек әртүрлі себептермен екеуі екі жаққа қарауды шығарыпты. Біреуі есікке бұрылса, біреуі бесікке бұрылыпты, біреуі гүлге сүйсінсе, біреуі күнге сүйсініпті, біреуі сәулетке сұқтанса, біреуі дәулетке сұқтаныпты. Сөйтіп, бара-бара өзара келіспейтін жағдайға жетіпті. Ақыры атысып-шабысып, қитар көздерге айналыпты. Сағыз. Соңғы жылдары жастар арасында сағыз шайнау әбден етек алды. Соны байқаған сүтті сиыр өзінің бұзауын жалап тұрып, Киіз қайырсаң, ішкен жегенің бойына тез тарайды. осыны түсіне бастаса керек. Соңғы жылдары адамдар да киіз қайырымды шығарды. Тасбақаның пәлсапасы. Шақырайған күн астында екі кесіртке әңгімелесіп жатқанды. Алдарынан үлбіп басып құмның тарлы тасбақасы өтті. Осыны көрсем, ішім пысып кетеді. Асықпайды-ау шіркін, асықпайды. Несіне асығады? 300 жыл өмір сүретінді білсем, мен де кеп піспес едім. Даурықпайда іс тындыруға болады. Қабырға сағатында тыным жоқ. Тық-тық-тық-тық, телефонда маза жоқ. Шыр-шыр-шыр-шыр, құбыр төсеу үшін ор қазып жатқан экскаватор гүр-гүр-гүр-гүр. Жер жыртып жүрген Темір тұлпардың даусы алтын қырдың астынан естіледі. Аэропорт туралы айтып та қажеті жоқ. Жанында тұрған жолдасыңның әңгімесі естілмейді. Ми ғана үнсіз, бар жолы білінбейді. Бірақ бәрінен мықты жұмыс жасап жатқан сол. Сабын. Сабынды кім пайдаланбайды? Балалар балабақшасына барып атқан бар мақтай бөбектен бастап, қолы қалтырап отырған қария қартқа шейін жуынып шайнады. Сабынның бар қызметі кір киім, беті қолмен ғана бітсе бір сәрі. Кейбір шетелдік қалаларда Тротуарды да сабынмен жуып жатқанын өз көзімен көрдім. сабынның бар ғұмыры Тазалық үшін күреске арналған. бір ғажабы мен ананы істедім, мен мынаны істедім деп міндетсініп жатқан сабын жоқ. Аяғыңды, қолыңды, киіміңді, сүлгіңді, бәрін Ұмытып беруге дайын. Мен саған көмектестім ғой, енді сен маған көмектес деп те өтініш сұрамайды. Не істесе де сатусыз. шіркін, жақсылықтың бәрі солай
Астарлап айттық мысал. Көрермен, тыңда, ойлан. Ойлан да әрине илан. Жүрегімізде болсын иман. Өмірдің өзі мысал. Мысалды түсінген адам Болмаса анық осал. Өмірдің өзі мысал.